Сәлем достар, менің есімім Мирхан, мен Жусан Инвест маркетинг бөлім қызметкерімін. Бүгінгі біз YouTube каналымыздағы кезекті подкастымызды түсіріп жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз Kegok SPO-сы туралы. Соған байланысты Kegok акционерлік қоғамының қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі басқарушы директоры Айгүл Ермекбай қызы Әкімбаева ханымды шақырдық. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыздар ма? Сізді бүгін көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа айтқанымдай Kegok компаниясына қатысты. Осы подкастымызды бастаудан бұрын біз көрермендеріміз үшін кішкене айтатын хабарламамыз бар еді. Осы видеоның соңында біз алдағы күндері өтетін ұтыс ойын туралы айтамыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қарауға қатаң түрде кеңес беремін. Негізі өте жақсы кеңес. Сонымен біз подкастымызды бастасақ, бірінші сұрағым, осы көрермендер арасында бізде Kegok компаниясын онша білмейтін адамдар болуы мүмкін. Сол үшін Kegok деген қандай компания және оның қазіргі қаржылық жағдайы қандай деген сұрақтарға жауап берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Kegok акционерлік қоғамы бүгінгі күні бірыңғай электроэнергетикалық жүйесінің жүйелік операторы. Бүгінгі күні 85% мемлекеттің қолында, Самұрық-қазына компания арқылы, 15% басқа миноритарлық акционерлерде, 10% 14 жылдан бері, 5% енді 16 октябрьдан бастап біз екінші рет SPO-ға шығарып жатырмыз. Бүгінгі таңда компаниядан активтері 1 триллионға жуық, 4,5 мың адамдар жұмыс істейді, жұмысшылар. Компанияның таза пайдасы 22 жылы 27 миллиард теңге болса, 23 жылы 31 миллиард жуығында болады деп ойлаймыз. Демек өсіп келе жатыр, Өсіп келе жатыр, И келесі жылы 40,5 миллиардқа шейін жуық болады, Бұндай таза кірістің көбеюі біздің қызмет көрсеткен яғни компанияның жұмысы жақсы деген, сапасы жақсы. Сапасы и объемы дейміз ғой. Көлемі. Көлемі өсіп жатыр, 57%-қа 22 жылға қарағанда көлеміміз, қызмет көрсететін көлеміміз. 2 жылда компанияның жұмыс өндіріс көлемі 2 есеге өседі. Тамаша. Жауабыңызға көп рахмет, өте қызық. Енді осы компаниямен жақынырақ танысқаннан кейін, компанияны біле бастағаннан кейін, инвесторларда сұрақ пайда болуы мүмкін. Бұл компанияға мен не үшін ақша салуым керек? Яғни түсінікті, компания монополист, компанияның жыл сайын таза пайдасы өсіп келе жатыр. Сонымен қатар тағы қандай мотивация болады инвесторлар үшін ақша салуға? Бірінші кезде инвесторлар ақша салудың алдында ойлану керек, өзінің ақшасын сақтап көбейтуге, екі сұраққа жауап беру керек. Сол үшін қандай компанияға салатын ойда болса, ол компания өте тұрақты, өте белгілі, надежный дейміз ғой, сенімді компания болу керек. Компания Kegokқа келсек, біз 14 жылдан бері біздің акциямыз 500 теңгеден бүгінгі күні 1,5 мың теңгеге дейін өсті. 3 есе акцияның бағасы өсті. Тағы да осы 9 жыл бойы жылына 2 рет біз дивидендін төледік. Осының бәрі, мен ойлаймын, именно компанияның өте тартымды инвесторлар үшін өте тартымды, ол бір. И қазір біздің аналитик дейміз ғой, брокер, дилер, солардың болжамын бойынша біздің бағамыз қазір біз 1482 теңгеге SPO-ға шығып жатырмыз. Осы 12 айдың ішінде біздің акцияның бағасы 1817 теңгеге дейін өсу мүмкін деп ойлайды. Сондықтан ол қазіргі бағасы бір 25-30% дисконтпен болып тұр. Окей, түсінікті. Яғни сіздің жауабыңызды қорытындылайтын болсам,
біріншіден бұл тұрақты дивиденд төлейтін компания, яғни инвесторлардың көпшілігі дивидендке қызығады, бұл бір. Екіншісі, компанияның IPO-ға шыққалы бері бағасы 3 есе өскен. Ал тағы үшіншісі, компанияның осы қазіргі көптеген сарапшылардың пікірі бойынша алдағы уақытта қазір 1482 теңгеден бастап сатып алатын болса, оны алдағы бір жуық кішкене шамалы уақыттан кейін 1800 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Яғни 25%-ға дейін көтерілу мүмкіндігі бар. Негізі өте жақсы көрсеткіш. Ал келесі сұрағым менің, біз компанияның туралы таныстық, не үшін ол қызық болатын екен, яғни не үшін инвесторлар үшін тартымды екенін де білдік. Келесі сұрағым, тағы инвесторларға қызықтыратын, компанияның стратегиясын қалай құрады? Яғни ішкі стратегиялық құратын кезде не нәрсеге көңіл бөледі компания? Сол туралы айтсаңыз. Біз мемлекеттік компания болғаннан кейін антимонопольный органларға қарайтын компания болғаннан кейін біздің стратегиямыз өте осторожный дейміз ғой, орысша айтқанда, болу керек. Сондықтан біз 5-10 жылға стратегиямызды құрғанда өзіміздің қызмет көрсету объем көлемін өлшейміз, өзіміздің шығындарымызды өлшеп, барлығын таразылап, таразыға салып, қандай инвестиция салатын жаңа проектілерді, ақшамыз оған жете ме, жетпей ме, соның бәрін өлшеп, ойластырып, бірақ стратегияны құрастырамыз. Яғни стратегия құрған кезде біз барлық, яғни кез келген болатын мүмкіндік тәуекелдердің барын есептеп, содан кейін ғана кірісеміз деп тұрсыз ғой. Бұл да болашақ инвесторлардың үшін өте дұрыс, қажет ақпарат деп ойлаймын. Келесі, енді инвесторлар, сіз барлық компанияны уже таныс бастадық. Келесі, осы жақында ақпарат шықты, Кико компаниясы СПО-дан жинаған ақшасын оңтүстік өңірлерге салады деп жатыр да. Сол туралы толығырақ айтып берсеңіз, ол қандай инфрақұрылымдар, қандай жобалар? Қазіргі кезде Қазақстан электроэнергия жетіспейді, үлкен дефицит. Жетіспеген электроэнергияны біз Ресейден аламыз. Сондықтан қазіргі таңда электроэнергияның бағасы сол Ресейден қымбат бағаға алған. Соған байланысты қымбаттап жатыр. Да, соған байланысты кішкене қымбаттап жатыр. Сондықтан 2030 жылға дейін стратегия развития, даму стратегиясында, электроэнергетика даму стратегиясында 8 гигаваттқа жуық жаңа станциялар салынады деп ойластырады. Осылардың барлығы оңтүстік өңірлерде? Иә, олардың бәрі оңтүстік, ол Түркістан 1000 ПГУ дейді, Қызылордада жаңа станция, Алматыда да станциялар газға ауыстырады. Демек, сөзіңіз алдыңызда, яғни осы қазіргі инвесторлар СПО-ға ақша салып, Кигокқа ақша салу арқылы тек қана пайда табудан бөлек, осы салған ақша арқылы оңтүстік өңірлерде электроэнергиясымен қамтамасыз етеді. Яғни екі жақты пайдасы бар. Тіпті бірінші ақша табады СПО арқылы, одан кейін әлеуметтік жағдайын қарайтын болсақ, оны оңтүстік өңірдің электроэнергиямен қамтамасыз етуіне көмектеседі. Солай ғой? Иә, дәл солай. Түсінікті. Менің келесі сұрағым, сіз қаржы саласында ұзақ жылдан бері жұмыс істеп жүрген өте тәжірибелі мамансыз. Бізде қазір көріп отқан инвесторлар қатарында енді бастап жатқан инвесторлар демесе өте жас мамандар болуы мүмкін. Оларға сіз қаржы маманы ретінде қандай кеңес беретініңіз, ақшасын көбейтіп дұрыс жұмсау үшін бір 3 кеңесіңізді айтсаңыз? Біріншіден, акцияны сатып алғанда ақшаның бәрін бір компанияға салуға болмайды. Міндетті түрде біз диверсификация дейміз ғой. Әртараптандыру. Диверсификация портфелі. Соны ойластыру керек. Екінші, ол компанияның қаржы туралы ақпаратты да көбірек білу керек, қандай компания екенін.
Ну үшіншісін енді кішкентай аз ақшадан бастау керек. Сосын опыт дейміз ғой, тәжірибе алғаннан кейін уже үлкейтуге болады. Сөзіңізді қорытындылай келсем, біріншісі ең бастысы диверсификация, яғни портфельді әртараптандыру керек. Екіншісі компания туралы бірінші ақпарат біліп алғаннан кейін, содан кейін инвестиция алған дұрыс. Үшіншісі басында аз ақшадан бастап тәжірибе жинаған сайын ақшасы көбейту керек. Көп рахмет кеңесіңіз үшін. Негізі өте жақсы кеңес деп ойлаймын біздің көріп отырған көрермендер үшін. Енді біздің негізгі бөлімі аяқталды подкастымыздың. Енді ең қызық бөлімі басталды. Бұл жерде біз сізге қаржы маманы ретінде сізбен жақсы таныстық, компанияңыз туралы жақсы білдік. Енді сізге өзіңіз жеке өміріңізге болса жеке сұрақтар қоюға тырысамын. бұл блиц сұрақтар, қысқа және нұсқа жауап бересіз, яғни онша көп уақытыңызды алмайды. Бірінші сұрағым, қай елге демалуға барғанды ұнатасыз? Италияға. Тамаша. Мен де Италияға барып жүрдім. Қандай кофе ішесіз? Жиі ішетін кофеңіз? Латте с карамелью. Мен де латте. Екеуміз де ұқсас кофе екен, латте. Қаржылай сауаттылық туралы сүйікті кітабыңыз немесе авторыңыз? Финансист Теодор Драйзер. Үшінші екеуміз ұқсасын. Мен де. Онда төртінші сұрақ қояйын. Таңертең ерте тұрасыз ба әлде қалай? Онда кішкене өзгешелік бар екен. Сіз қандай супер күшке ие болғыңыз келетін еді? Бәрін үлгеруге. Тамаша. Сіз дәмін татып көрген ең дәмді тағам түрі? Ең дәмді тамақ. Италияға барсаңыз мүмкін Неапольдағы. Неаполитанская пицца. Тамаша. Жұмыстан тыс уақытта қандай хоббиіңіз бар? Спортқа барам. Сіз қай университетте оқыдыңыз? Қай университетте? Алматинский, қандай? Абай атындағы университет. Сол универдегі сіз үшін ең қиын болған пән? Вообще өзім гуманитарный нелерді онша жақсы көрмейтінмін. Сондықтан тарих, сондай бір. Сол сабақта қиын болды. Қай фильмді қайта көре бергіңіз келеді? Қандай фильм? Дьявол носит Прада. Тамаша фильм. Келесі сұрағым, сәттілік деген сөзді қалай түсінесіз? Бастаған ісінің жақсы аяқталуы, дұрыс адамдар қасында болуы, бәрі ретпен жасалыну, сол сәттілікті білем. Тамаша. Айгүл Ермекбайқызы, сізге көп рахмет. Келіп бізге қонақ болып, сұрақтарыма жауап беріп, сізбен жақынырақ танысқаныма мен де өте қуаныштымын. Алдағы уақытта сізді тағы да осы студияда күтеміз. Достар, видео басында атап өткенімдей, біздің ұтысымыз туралы аз-кем ақпарат берейін. Ұтысқа қатысу үшін Жусан Инвест қосымшасы арқылы 16 қазаннан 2 қарашаға дейін Кикок компаниясының бір немесе одан да көп акцияларын сатып алу арқылы сіз 3 жаңа iPad және 1 iPhone 15 телефон ұтысына қатыса аласыз. Яғни одан бөлек менің қолымда тұрған тиыннан теңге құрайтын бала деген қазақ тіліндегі керемет кітаптың 10 данасын ұтысқа саламыз. Бұны ұтып алу үшін сіз Жусан Инвест қосымшасы арқылы Кикок компаниясының акциясы сатылып жатқан кезіңізде YouTube деген промокод енгізесіз. Және бұл кітаптан бөлек менің қолымда тұрған тамаша блокнотта 10 данасын ұтысқа саламыз. Және де менің қолымда тұрған мынандай тамаша термосты ұтып алу үшін YouTube промокодын енгізесіз. Осыдан біз 3 данасын ұтысқа саламыз. Жусан қосымшасы арқылы акция сатып алар кезде YouTube промокодын енгізу арқылы сіз осы кітапты, блокнотты және де термосты ұтып алу мүмкіндігі бар. Достар, осы марапаттардың барлығын ұтып алу үшін Жусан қосымшасы арқылы Кикок компаниясының акцияларына инвестиция салыңыз. Және ең бастысы табысыңызды арттырыңыз. Толығырақ ақпарат осы видеоның төмен жағындағы мәліметте. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.